Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай шапка тоқитын боламыз. Сүп-сүйкімді қызға арналған шапка, бір жасқа арналған үкіс шапкасы және де крючокпен тоқылады бұл. Ол үшін бізге көк түсті, күлгін түсті және де ақ розы жіптер керек болатын болады. Және де үшінші және де крючок керек болатын болады. Және 1.75 номерлі крючок керек болатын болады. Бастапқы 3 воздушный петля тоқимыз. 1.75 крючок, номерлі крючок және де 3 петлядан кейін бірінші петляны екеуін қосып тоқып алатын боламыз. Сол петлядан столбик без накида тоқып алатын боламыз. 6 петля. Енді бастапқы бөлігі екеуін қосып алатын боламыз және де бір воздушный петля көтеріп аламыз және де бір петлядан бір столбик без накида тоқып бастайтын боламыз. Бір столбик без накида, екіншісінде 2 столбик без накида тоқимыз. Одан кейін 2 петлядан тоқитын боламыз. Енді 2 столбик без накида тоқимыз, одан кейін 3-ші петляда көбейтеміз. Солай көбейтіп кете беретін боламыз.
Міне көргендеріңіздей 5 бөлікке бөлініп шықты, және де 6 петляден кейін көбейтеміз, 7 петляден кейін көбейтіп отыра беретін боламыз. Әр көбейткен сайын қосыла беретін болады осылай. Осылай көбейтіп кете беретін боламыз. 24 қатар көбейтіп шығатын боламыз. Міне көбейтіп тоқып алдық, және де енді столбик без накида ешқандай көбейтпейміз. Осылай тоқып кете беретін боламыз. Ешқандай көбейтпейміз, столбик без накида, және де 20 қатар тоқып алатын боламыз. Міне осылай 5 бөлікті осылай бөліп, астыр жағына жіпті өткізіп қоятын боламыз. Міне 5 бөлікке жіп өткізіп қойдық, және де міне осылай енді құлақшынын тоқитын боламыз. Құлақ жағын жауып тұратын қылып тоқитын боламыз. Және де енді 22 петля тоқитын боламыз. Екеуінің арасы 22 петля. Сол екеуінің орталарын 22 петля тоқитын боламыз.
ешқандай воздушный петля көтермейміз. Теріс қаратып осылай 22 петляны қайтып тоқитын боламыз. Осылай тоқып кете беретін боламыз. 6 қатар тоқуымыз керек. Міне осылай болып шықты. Енді екінші жағын тоқып шықтық. Енді столбик без накида бір айналдырып тоқып шығатын боламыз. Барлық бөлігін бір айналдырып тоқып шығатын боламыз. Міне осылай. Міне тоқып алдық. Енді столбик без накида бір қатар тоқып алатын боламыз. Осындай розовый түсті жіппен. Міне осылай болып шықты. Енді көзін, құлағын, аузын сондай тоқитын боламыз. Міне құлағы. Міне осылай болып шықты. Осылай болып шығады. Міне көзі. Және көзінің қарақшығы. Осылай тоқитын боламыз қазір. Қазір құлағын тоқитын боламыз. Енді 24 воздушный петля тоқитын боламыз. Столбиксына кидім. Міне осылай тоқып алдық. Және де екіншісін тағы тоқып аламыз. Осылай өткізіп. Және де осы екеуінен өткіземіз. Міне осылай тоқитын боламыз. Және де 6 столбиксына кидім тоқимыз.
6 столбик накидымнан кейін бір бағанағы бастапқы бөліктей қысқартамыз. 1 столбик накидым тоқимыз және тағы қысқартатын боламыз. Содан соң тағы да 6 столбик накидым тоқимыз. Ең ақырғы бөлігінде тағы да қысқартатын боламыз. Міне осылай болып шықты. Енді екі жағын қосып алатын боламыз. Екі воздушный петля көтереміз және де бастапқы бөлігін қысқартамыз. Осылай столбик накидым алып қысқартамыз. Содан соң 4 столбик накидым тоқимыз. Төрт столбик накидымнан кейін бір рет қысқартамыз және де тағы бір столбик накидым тоқып аламыз және де тағы бір рет қысқартатын боламыз. Енді 4 столбик накидым тоқимыз. Содан соң ең ақырғы бөлігінде тағы да қысқартатын боламыз. Үшінші қатарда дәл солай. Енді 4 столбик накидымның орнына 2 столбик накидым тоқитын боламыз. Бастапқы бөлігін қысқартамыз. 2 столбик накидым тоқимыз.
Содан соң бір рет қысқартамыз. Және де солай тоқитын боламыз. Ал төртінші қатарда дәл солай бастапқы бөлігін қысқартамыз. Одан кейін бір столбик накидым тағы қысқартамыз, және де бір столбик накидым. Тек бір столбик накидым араларында болу керек. Сонымен болды. Міне осындай шашағын тоқитын боламыз. Міне ол үшін қолыма жіпті орап аламыз. Міне 10 рет орадым мен. Өстіп 10 рет орап. Міне 10 рет орап, астың бөлігін қиып тастаймыз да. Міне тоқыған құлағымызға өткізіп қоятын боламыз. Енді көзін тоқитын боламыз. Ол үшін 3 воздушный петля көтереміз, тоқып аламыз. Содан соң бастапқы бірінші бөлігінен, міне осылай бастапқы бөлігінен столбик накидым 12 петля тоқитын боламыз. Міне бастапқы бірінші бөлігіне екеуін қосамыз. Және де 2 воздушный петля жоғары көтеріп, енді бір петлядан 2 столбик накидым тоқитын боламыз. Осылай 2 столбик накидымнан көбейтіп отыратын боламыз. Міне тоқып алдық. Енді
екеуін қосып аламыз. Бастапқы бөлігін екеуін екі воздушный петля көтереміз. Енді бір столбик с накидом тоқимыз. Екінші бөлігінде екінші петлядан екі столбик с накидом көбейтеміз. Осылай бір одан кейін екі петля қылып, екі столбик с накидом қылып көбейтіп отыратын боламыз. Міне осылай тоқып алдық. Енді төртінші қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін екі столбик с накидом, үшінші де көбейтетін боламыз. Осылай кете беретін боламыз. Және де осы төртінші қатарды тоқтайтын болады. Осы төрт қатармен бітіретін боламыз. Міне көзі дайын. Енді осындай алып тоқитын боламыз. Ол үшін күлгін түсті жіппен міне осылай теріс қаратып алып, және де осы жіпті өткізіп, міне осылай бір-біріне өткізетін боламыз. Ешқандай тоқымаймыз, әшейін бір-біріне өткізіп кете беретін боламыз. Тоқылмауы керек, осындай болу керек. Міне осылай бір айналдырып тоқып шығатын боламыз. Міне осындай қарашығын тоқитын боламыз. Ол үшін көк түсті жіппен 3 воздушный петля көтереміз. Бастапқы бірінші бөлігінен 6 столбик без накида тоқитын боламыз. Бір петлядан ғана аламыз. Осылай көбейтеміз. Міне тоқып алдық. Енді бастапқы бөлігін екеуін қосамыз. Және де бір воздушный петля көтереміз. Және де бір столбик без накида тоқимыз. Және де екіншісінде көбейтеміз. 2 столбик с накидом. Осылай тоқып кететін боламыз екінші қатарда.
міне осылай болып шықты. Екі қатар тоқсаңыздар жетеді. Және осылай жібін артқа қарай жіберіп қоятын боламыз. Міне осылай. Енді аузын тоқитын боламыз. Дәл бағанағы бөліктей қылып тоқимыз. 3 воздушный петля тоқимыз. Одан соң бірінші петлядан 6 столбик без накида тоқып алып, дәл бағанағы бөліктей қылып тоқып алатын боламыз. Міне осылай болып шықты. Енді көзін, құлағын, мұрнын осыларды қосып тігетін боламыз қалпаққа. Міне тігіп алдық. Міне осылай. Енді бауын тоқитын боламыз. Ол үшін жіпті өткізетін боламыз. Мен әртүрлі түсті жіптерді осылай жинап алдым. Міне осылай ұзын жіптерді қылып аламыз. Және де осы 3 жіп менде қазір алып тұрғаным. Міне осылай өткіземіз де, осылай ішінен өткізіп жібереміз. Сонда байланып тұратын болады. Ешқандай шығып кетпейді. Міне осылай енді 3 жіпті де өткіземіз. Осылай міне 3 түрлі жіпті осылай мен таңдап алдым. Және де осылай өріп қоятын боламыз. Міне осылай астың бөлігін өріп алдық. Міне енді жіппен байлап қоямыз шешілмеу үшін.
Міне осылай жіптерін біріктіріп қырқып тастайтын боламыз. Міне осылай болып шықты. Енді ішіне астар тігетін боламыз. Міне осылай мен мата тігіп қойдым. Осындай астар мата. Лекалосын алып тігіп қоясыздар. Міне осылай. Міне осындай шапкамыз дайын. Крючокпен оңай тоқылады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.